Аяз би ертегісі 5 бөлім. Жаманның даналығы. Күндердің күнінде хан жаманның сөзі көкейінен кетпей, шалқасынан шаңыраққа қарап ойланып жатыр еді. Қырық уәзірі кіріп келеді. Хан басын көтеріп алып, жау шапты, ел бүлінді, апат соқты. Осыны ойлап табыңдар, болмаса жазалайым дейді. Уәзірлер ақылдасып, өздері таба алмайтын болған соң, жаманды іздеп барып, оған ханның айтқанын айтады. Жаман 40 уәзірді құрмет етіп болған соң, жақсы, мен жауабын берейін. Хан мен ойлап, қапаланып жатқан шығар. Қай-қайдағы есіне түскен шығар. Сендерге де өкпесі болса керек. Сөйтіп жатқанда, хан ордасының күлдіреуішінің бір басы шыққан болар. Жаман болса, осыған бір нәрсе айтар еді, сынайын деп сендерге айтқан ғой. Барып, күлдіреуішінің басын салып берсеңдер, ханның қызметі тамам болады деп кеңес береді. Уәзірлер ханға келіп, тақсыр, мына бір күлдіреуішіңіздің бас жағы шығып кеткен екен, соны салып берейік деп рұқсат сұрайды. Хан рұқсат берген соң, күлдіреуішінің басын салып береді. Хан күліп, мұны кім үйретті сендерге деп сұрайды. Уәзірлер шынын айтады. Хан уәзірлеріне, ол жаман болса да, қысылғанда айла табатын ақылды, данышпан еді. Әркімнің пайдасына жарайтын еді. Сендер күндеп, ақырында екеумізді айырдыңдар. Егер де ол сендерге ақыл таппаса, сендер өлетін едіңдер. Біреуге ор қазба, өзің түсерсің деген мақал бар дейді. 40 уәзір ханға жағамыз деп ханның көңілін аулап, күнде ойын той жасап жатса да, ханның көңілі көншімейді. Жаманды сағынады. Бәрі де жамандай бола алмайды. Бір күні хан ерігіп, уәзірлермен аңға шығады. Аң іздеп келе жатып, таудың етегінде қой жайып жүрген бір шалға ұшырап сәлем беріп, «Уа ата, мына таудың басын қырау шалғалы неше жыл болды?» деп сұрайды. «Бір 20 жыл болған шығар» дейді шал. «Бұл таудың етегін қырау шалғалы неше жыл болды?» 15 жыл болды. «Ал бұл таудың басынан бұлақ аққалы қанша жыл болды?» «Оған да бір 10 жыл болған шығар». Хан ойланып тұрып тағы да, «Ата, өзіңіз нешеусіз?» дейді. «Ой, шырағым-ай, жатқанда 2-мін, тұрғанда 4-мін. Баба, менің 40 асыранды қазым бар. Соны білдірмей жүнін жұлып, күйдірмей пісіріп, қан шығармай сойып беретін кісі бар ма?» деп сұрайды. Сонда шал, «Адамына тап болсаң, айтқаныңнан да артық етер» дейді. Хан шалдың сөзіне қанағат етіп, атының басын бұрып үйіне қайтады. Хан үйіне келген соң уәзірлеріне, «Мен не дедім? Шал не деді? Соны айырыңдар. Оны айыруға 1 ай уақыт берем. Айыра алмасаңдар, 40-ың да өлесіңдер» дейді. Уәзірлер сасып, өздері таба алмайтын болған соң, бәрі де баяғы жаманға барып, ханның айтқанын айтты. Сонда жаман, «Бұл оңай жұмыс емес. Бастарың өлімге байланған екен. Жақсы. Енді болмас, тағы бір амал табайын. Сендер бір ат қалдырып, басқа аттарыңды сойыңдар. Киімдеріңді өртеп, сонымен бір аттың етін пісіріңдер. Мен мына қалған атқа мініп, сендерді ханға жалаңаш айдап барам. Сендер де арланып, қастық етпейтін болсаңдар, мен сендерді хан алдында құтқарып алам» дейді. Уәзірлер бір ауыздан, «Ойбай тақсыр, арланбаймыз. Жанымыз қалса болады. Ханымыз бізге мықты өкпелеп жүр» деп риза болып, сол жерде 39 атты сойып, бір атты қалдырып, сойған аттардың біреуінің етін, өздерінің киімін жағып пісіріп, етін жеп алады. Етті жеп болған соң, соймай қалдырған алашолақ атқа жаман мінеді. Қолына құрық алып, жалаңаяқ жалаңбас уәзірлерді ханға айдап жөнеледі. Жаман келе жатыр дегенді естіп, хан 40 жігіт ертіп, жібек кілем, жібек шатыр алып, түстік жерден алдынан шығып, жаманды жер бастырмай құрметтеп, жібек кілемге түсіріп алады. Хан уәзірлерді ұмытып кетеді. 30 күн ойын, 40 күн тойын жасап жата береді. Бір күні
Уәзірлердің арасынан бұл хан өз қызығы өзінде жата берді. Түнеугі сөзін ұмытып кетті білем деп күңкіл шығады. Жаман оны естіп, уәзірлерді шақыртып алып жиылған халық алдында: ол шал жұрттан асқан дана еді. Хан оның даналығын сезіп, 40 уәзірімді жөнге салып ақыл айтпас па екен деп сәлем беріп тілдесіп еді. Ханның бұл таудың басын қырау шалғалы неше жыл болды дегені, сенің шашыңа ақ кіргелі неше жыл болды деген еді. Шал шашыма ақ кіргелі 20 жыл болды деді. Ханның бұл таудың етегін қырау шалғалы неше жыл болды дегені, сақалына ақ кіргелі неше жыл болды деген еді. Шал оған да 15 жыл болды деді. Ханның бұл таудың басынан бұлақ аққалы неше жыл болды дегені, көзіңнен жас аққалы неше жыл болды деген еді. Шал оған да бір 10 жыл болды деді. Ханның: ата, өзің нешеусің дегені, үйіңде неше жаның бар деген еді. Шалдың жатқанда 2-уміз, тұрғанда 4-еуміз дегені, менің бұрынғы әйелім өліп еді. Қазіргі әйелімнің күйеуі өлген. Түнде жатқанда 2 болғанмен, күндіз қойда жүргенде мен өлген әйелімді сағынам, әйелім үйде отырып өзінің өлген ерін ойлайды деген еді. Ханның 40 асыранды қазым бар, соны қан шығармай сойып, білдірмей жұлып, күйдірмей пісіріп беретін кісі бар ма дегені, менің ақылсыз 40 уәзірім бар, соларды ұрмай соқпай жөнге салып беретін кісі бар ма деген еді. Шалдың адамына тап болсаң айтқаныңнан асырар дегені, оның шешуін маған жолдаған еді. Сендер мені іздеп барған соң, үстеріңдегі киімдеріңді алып отқа жаққаным, білдірмей жұлғаным, аттарыңды сойғаным, күйдірмей пісіргенім, сендерді алдыма салып, жалаңаш, жаяу айдап ханға әкелгенім, қан шығармай сойғаным еді. Ал енді осымен ханның жұмысы біткен шығар деп жаман сөзін аяқтады. Хан: уәзірлерімнің күнәсін кешірдім. Неше рет екеуміздің арамызға от салып, қоныс аударып, көшіп кетуге себеп болып еді. Сонысына азаланып, өздері әбден жеңілсін, кінәләрін мойнына алсын деп ем. Менің тілегім орындалды. Ал халық, мен де біраз хан болып қызық көрдім. Ендігі хандығымды мынау досыма берем. Сіз де енді тартынбаңыз. Таққа отыруыңызға уақыт жетті. Қалған өмірде сізге қызмет етіп, сіздің хан болған қызығыңызды көрейін деп, жаманды қолтықтап әкеліп, хан тағына отырғызды. Елі 30 күн ойын, 40 күн тойын қылып, жаманды ақ киізге салып хан көтерді. Жаман Ақшаханның еліндегі үйін көшіріп алады. Жаман таққа мінген соң, ешбір соғыссыз 5 хандықтың қонысын біріктіріп, ел арасында достық орнатыпты дейді. Әр ханның адамдары өз елінен әділдік таппаса, бұған келіп қосыла беріпті. Сол уақыттан бастап, әділдігі үшін 5 ханның елі жаманға Аяз би деп ат қойып, сол аты өле-өлгенше қалды дейді. Аяз би әділ болды. Тура билік етті. Нашарларға қарасты. Баяғы өзінің жыртық тоны мен жаман тымағын ордасының маңдайшасына шегелеп қойды. Кейде хандықпен көңілі ауытқып, тура жолдан таяйын десе, шегелеулі тоны мен тымағына қарап: әй Аяз, баймын деп аспа, ханмын деп таспа. Аяз әліңді біл, құмырсқа жолыңды біл деп көңілін басушы еді дейді.